тілде амандасуды білемін. Қазақ тілінде, орыс тілінде, ағылшын тілінде және түрік тілінде. Жоқ, өткен іске салауат, керісінше өткен істен сабақ алуға тырысамын. Бүгінгі күнім сәресін ішіп, ауыз бекітумен басталды. Отбасымда ата-анамен қоса алғанда 7 адамбыз, 2 әпкем, 1 ағам және 1 сіңілім. Өмірлік ұстанымым: адам болып келдім өмірге, адам болып өту парызым. Адами құндылықтарды жоғалтпай, өзім қалаған жетістіктерге жету. Барғым келетін ел Сауд Арабиясы және Түркия елі. Қазақстан қалаларына келетін болсақ, Көкшетау, Ақтау, Түркістан қалалары. Жалқаулығымды жанында жүрген жандардың жетістіктерімен салыстыру арқылы жеңемін. Қайталап көрсем де жалықпайтын фильм ол Хатико. Кейбір адамдарда болмайтын ұлы қасиет, адалдықтың жануарда болғаны, және мен бұл фильмді қанша көрсем де жалыққан емеспін. Соңғы рет қуанған сәтім, мен белгілі бір себептерге байланысты сабаққа қатыса алмай қалдым, және ол мұғалім өте қатал мұғалім болатын. Оған мен себептерімді түсіндіргенімде, ол кісі маған бал қойып берді. Сол кезде қатты қуандым. Орындалған арманым: мен кішкентай кезімнен қазуға түсуді қатты армандадым, және қазіргі таңда орындалған арманым, ең үлкен арманым деп осыны есептеймін. Студенттік шағымның естелігі Сұңқар деп айтар едім. Сұңқар арқылы мен керемет орта таптым, керемет қызықты оқиғаларды бастан өткердім, және өзімнің даму жолымда үлкен қадамдар жасадым. Өзім арылғым келетін қасиет жасқаншақтық. Себебі кез келген ортада менен жекелей өзімнен пікірімді сұрамаса айта бермеймін. Осы қасиетімнен арылғым келеді. Достарымнан жиі еститін сөзім: неге көңіл күйің жоқ, және даусың әдемі екен. Мен адамдардың ойын оқығым келеді. Себебі қазіргі таңда айтатын сөзі басқа, жасайтын ісі басқа адамдар көп. Сол себепті адамдардың шынайы бет-бейнесін көрген ұнайды. Маған ұнайтын спорт түрі волейбол және тоғызқұмалақ. Мен аса қатты тамақталғай бермеймін. Маған ұнайтын топ-блогер олар Өркен Кенжебек, Данияр Жігітбек, Фариза Төрәлі. Мен кездескім келетін тұлға Дана Нұржігіт және Зейнеп Ахмедова. Балалық шақтан өзім еріксіз күлетін естеліктің бірі: мен мектеп-алды даярлық тобында 2 рет оқыдым. Мені жасым кішкентай деп алмай қойған болатын. Әрине, телефонға тәуелділік бар, бірақ мейлінше тиімді нәрсеге қолдануға тырысамын. Сабақтан қашқанда аса құп көре бермейтін, дегенмен де барлық сынып қашқанда қашуға мәжбүр болатын. Мамандық таңдауыма себеп болған өзім, және мектеп кезіндегі қызығушылығым түрткі болды деп ойлаймын. Соңғы оқыған кітабым Қайрат Жолдыбайұлының «Имани гүл» кітабы. Дина есімінің мағынасы иран тілінен аударғанда сенуші, иман келтіруші деген мағынаны білдіреді.